қыздар, құрметті қонақтар, республикамыздың түкпір-түкпірінен Шымкент қаласына білім сайысына жиналған жас дарындар, ардақты ұстаздар. Мы приветствуем вас, юные друзья, на Олимпиаде по общественно-гуманитарным предметам в городе Шымкент, которая организована по инициативе автономной организации образования Назарбаев интеллектуальной школы. Nazarbayev Intellectual School is the first native educational establishment of new type, and it's the leader in the development of science and techniques when the value and importance of informational technologies and intellectual labor grow. Бүгінгі салтанатты жиынды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Поздравительное слово предоставляется представителю автономной организации образования. Құрметті жас достар, міне бүгін Шымкент қаласына бақтарыңызды сынауға келдіңіздер. Қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Сіздерді жарысқа қатысушыларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін Қазақстанның әр қаласынан Назарбаев зияткерлік мектептерінен 160 оқушы бүгін қатысып отыр. Кез келген олимпиада мінезді жаттықтырады, бәсекелестік рухын нығайтады, өзін-өзі жетілдіру және озық болашақ жолын жоспарлауға, күшін бағалауға мүмкіндік береді. Жеткен дәрежемен тоқтауға болмайды. Болашақта сенімді көзқараспен қарап, алға адымдауыңызға, өмір алға қойған қиын кезеңдерді шеше білуді үйрену керек. Бұл заман білікке емес, білімге сенетін заман деген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Бүгінгі олимпиадада жақсы жетістікке жетеді деген үлкен сенімдемін. Істерің сәтті болсын. Поздравительное слово предоставляется профессору Южно-Казахстанского государственного педагогического института Наталье Васильевне. Участники Олимпиады школьников по гуманитарным общественным наукам. Мы рады приветствовать вас в стенах этого замечательного здания, этой школы и, в общем-то, в нашем теплом южном городе всех приезжих, гостей, участников Олимпиады. Приветствовать как самых лучших, избранных, которые прошли уже все отборочные туры и получили свои все заслуженные награды и приехали испытать себя здесь. Мне искренне хочется пожелать вам успехов. Всего того, чем вы уже обладаете всеми знаниями, чтобы вы их продемонстрировали нам сегодня и завтра. Конечно, то, с чем вы пришли, это ваша заслуга в первую очередь. И нам тоже хочется посмотреть, кто у нас представляет интеллектуальную молодежную элиту нашего государства, нашей страны. Потому что вы именно те
кому через 10, 15, 20 лет придется встать у руля нашего государства. И мы хотим посмотреть, в чьи руки мы отдаем это государство. Желаю вам успехов, напряженной, интересной работы, творческих вдохновений и заслуженных наград. Дерзайте, участвуйте во всех испытаниях, побеждайте. Успехов вам на эти 2 дня и на всю оставшуюся жизнь. Шымкент қаласы. Елімізде алар орны ерекше аймақтардың бірі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Шымкент сәулетті қала, тарихқа тұнып тұр. Астана мен Алматыдан кейінгі Қазақстанның 3-ші қаласы деп айтқан. Шырайлы Шымкент қаласына қош келдіңіз. Өнегелі өткені, жасыл желек шым қалам, берекенің мекені. Бақыт бердің шым қалам, шаттық бердің шым қалам, достық бердің мызғымас, дауылдарда шымалған. Шымкент, арайлы арман, жайна Шымкент, шырайлы қалам. Арайлысың ақтаңдай, шапағатқа малынған, арудайсың ақмаңдай, жасыл жайлы шамылған. Бақыт бердің шым қалам, шаттық бердің шым қалам, достық бердің мызғымас, дауылдарда шымалған. Шымкент, арайлы арман, жайна Шымкент, шырайлы қалам. Шымкент, арайлы арман, жайна Шымкент, шырайлы қалам. Оңтүстіктің жүрегі, өнер білім ордасы, қойнауында үнемі шаттық әні толғасын. Бақыт бердің шым қалам, шаттық бердің шым қалам, достық бердің мызғымас, дауылдарда шымалған. Шымкент, арайлы арман, Шымкент, арайлы арман, жайна Шымкент, шырайлы қалам. Сегодня в этом зале присутствуют участники общественно-гуманитарной предметной олимпиады, ученики Назарбаев интеллектуальных школ из всех областей Республики Казахстан. Мы возлагаем огромные надежды на то, чтобы эта олимпиада сплачивала нас не только в области науки, но и способствовала дружбе между школами. Дорогие участники, желаем всем удачи и пусть победит сильнейший. Құрметті достар, жарыс болған жерде жеңіс пен жеңіліс болады. Алайда, арамыздағы достығымыз бен сыйластығымызға сат түспесін. Сіздердің баршаларыңызға сәттілік тілей отырып, кабинеттерге өтулеріңізді сұраймыз. Қазақ тілі мен әдебиет пәні 10-ші сынып Т-101. Қазақ тілі мен әдебиет пәні 12-ші сынып Т-102.